Бәріне сәлем. Бүгін біз SRT дейма, Price Action дейма, свечной анализ дейма, соны жалғастырамыз. Жалпы SNR-дің ішінде үйретілген кезде, жалпы биржаға келген кезде бірінші свечкалармен танысамыз. Және ол, мысалға, ең бірінші өзім үйренген стратегиялардың бірі ол SNR-де. Алдыңғы видеоларда қараған болсаңыз, барлық білетін SNR-ларға шолу жасап өткен едім. Бірақ оның өзі ол видеода толық көрсету SNR туралы мүмкін емес нәрсе да. Оны да көп терең оқып іздену керек. Қазір мен бір ескі кітаптың, осы Малайзия SNR-ын түсіндіретін кітаптан жаңағы SRT деген, Price Action дегендерді көрсетіп берем. Яғни, мысалға, бір ғана стратегиямен жұмыс істеу деген жоқ та, барлығы микс деп айтады. Енді сіздерге мысалы қазір SRT деп андай бөлек-бөлек аттармен белгілі болып жатыр ғой. Сол бөлек аттардың да ар жағында негізінде бір ақпарат жатады, байқаған болсаңыз. Мысалға, ликвидтің де мыңғырық аты бар. Осы свечкалардың да аттары көп. Вообще негізі барлығының логикасы ол бірдей жұмыс жасап береді. Оны кейін енді барлық стратегияны үйренген кезде өзіңіз де түсініп қаласыз. Соның бірі, мысалы, алдыңғы сабақта свечной анализ, японский свечки деп түсіндіріп келе жатырмын. Негізі миыма қалай келеді, солай түсіндіріп жатырмын да. Мына candlestick, OHLS, Open High Low Close деп жазып беріп тұр мына жерде. Яғни ол не деген сөз? Open ашылу, high баға, low төмен баға, ең төмен нүкте, close жабылған бағасы. Яғни бір свечканы көрген кезде оның ішінде үлкен история бар. Ол қозғалысты былай көрсетіп жатыр. Баға ашылады, төмен құлайды, өседі, close жабылады, төмен құлап, кішігірім жабылады. Барлық свечкаларда байқаған болсаңыз, фитиль бар екі жағынан да. Өте реткі болады мынандай жерде. Ешқандай фитильсіз low бағада, buy бағада, high бағада бірдей баға болып қалады да. То есть ешқандай движение жоғары қарай болмаған. Соны да кейбір стратегиялар бойынша имбаланс деп атайды. Яғни баға міндетті түрде бір балансты сақтап тұру керек, бір жүйені сақтап тұру керек та. Соны көрсетеді. Мысалға, мына жерде OHLC деген Open High Low Close деген негізінде төмен құлайтын неге айтылады? Свечкаға айтылады да. Ал егер мына жерде Open Low High Close десе, онда мына L-сы бірінші тұрса, онда ол өсетін свечкаға айтылатын еді. Мына жерде Open, сосын Low, сосын H-та OLHC болады. Мына жерде OHLC болып тұр. Екеу. Және сол ескі кітапта қызығы айтқым келген нәрсе, ол мынау былай көрсетіп қойғанда, егер баға жоғары қарай өсетін бағытта болатын болса, өсу бағытында болатын болса, онда ол бірінші кезекте құлау керек дейді. Екінші, егер баға төмен бағытты ұстанғысы келетін болса, онда ол бірінші өсіп беру керек дейді. Мынау сияқты. Мына жерде баға міндетті түрде астыға қарай құлап барып, манипуляция жасайды, turtle soup жасайды дейма, сондай сияқты нәрселер бар. Ликвид шешіп деген секілді, солай бензин жинап деген сияқты сөздеріміз бар ғой біздің. Соны жоғары қарай солай манипуляция жасап өседі. Бірінші құлап беру керек, өсетін болатын болса егер. Ал егер құлайтын болса, онда ол бірінші өсіп беру керек, сосын барып құлап, барып жабылады. Сондай нәрсе. Сосын келесі беттерде мен бұл нәрселерді не үшін көрсетіп жатырмын? SNR-дің ішінде бар нәрсе да бұл. SNR деген SNR-шіктер былай жасайды деген кезде SNR-ді толық білмеген адам ғана SNR-ден минуста жүреді да негізінде. Smart Money-ді де толық білмеген адам минуста жүруі мүмкін да. Мынау QT,
SRT қайсысын алсаңыз да, егер толық білгіңіз келсе, онда сіз толық білу деген бүкіл осы свечкаларды да, price action дей ма, кендлдың аттары ма, SNR ма, соның барлығы бір-бірімен өте тығыз байланысты. Fibonacci, тренд линия барлығы. Мына жерде айтқым келген line chart-ты да жиі қолданады. Қазір мысалға QT деген шығып жатыр ғой, квартальный 90-дық теория. Сол жерде де негізі линиямен босс дегендерді белгілейді. Мысалға бір жерлерде фитильмен алады, бір жерлерде денемен алады. Не үшін денемен алады? Сонда қарасаңыз, мынау линия чарт. Линиялардың ашылған, жабылған бағаның дененің түйіскен бір бағадағы жер, ол мына линияда да сызықтың high нүктесі немесе low нүктесі екенін көрсетеді. Ал фитильдер жоқ. Фитильдердің барғаны жоқ. Фитиль яғни көлеңкеге барып қайтқандығын көрсетеді. Мына жасыл, қызыл бір бағада түйіссе, примерно осы жерде, онда ол жерде сіз нені де біле берсеңіз болады. Тренд линияда да бұл жер точка, яғни high нүкте немесе low нүкте деген секілді. Келесісінде не айтқан? Келесісінде так, мына бетте не дейді? Bearish engulfing. Anatomy of price rejection дейді. Price rejection деген негізі қайту. Осы бұрылудың да көп аты бар. Swing point, swing high, swing low, liquidity, sweep point, retracement zone, rejection, барлығы қайтады бұрылыс жасайтындар. Мына жерде мына бағаның қайтып жатқанын қалай көрінеді? Мына engulfing деп көрсетіпті. Price rejection higher дейді. Мынадан жоғары болды. Біз оны не деп айтамыз? Sweep деп айтамыз. Sweep деген сыпыру, сыпырып кетеді ликвидтерді. Сосын пин бар, свечкалардың аттары. Bullish engulfing жұтып қойып отыр. Пин барлар шығып отыр. Пин бар деген пин ғой, кәдімгі пин. Так, келесінде не дейді? Осылай. Қазір мысалы қараңыз, осы жердегі хайды line чартта көрсетіп отыр. Осы классик А, классик Б дегендер ғой. V-shape қолданылады. Вот, осы жердегі. Оны ертең key level, не дейді, QML, RBS, SBR деп алады. Барлығы SNR-дің ішінде тұрда негізінде. Классик А, классик В дегендер, SNR зонаны қалай сызатынымызды алдында көрсеткенбіз. Фитиль ұзын болса, мына жақтан аламыз деген секілді. Бірақ оның да тура ортасынан кету, бұрылу, мына зонаның жұмыс жасау, жасамау дәрежелерін маркеттің структурасы арқылы анықтаған дұрыс та. Ол жерде де кейбір зоналар мысалы не істеп кетеді. Енді мына жақтағылардың барлығы сол жаңағы тренд линияны, breakout зонаны көрсетіп отыр. Мына кітап өте қызық кітап, негізінде қарап алуға болады. Енді мен сіздерге осы candlestickті мынаны көрсеткім келген. Мына казино дегендерді. Казинода мынандай атақты осы картина енді көрініп жатыр. Барлық жерде тарап кетті. Атақты осы картина. Осы жерде де бұл candlestick деп айтып отыр. Тоже свечкалар bearish өзіміздің құлайтын, bullish өзіміздің өсетінімізді көрсетеді. Мына жерде strong деген жағы, яғни мына жақтар мықты жақтар, яғни железобетон құлайды, орындайды деген сияқты ғой. Ал мына жақтар әлсіз де орындайды. Қазір оны ашып айтып көреміз. Мына жерде бізде айтады. Подтверждение мен зонаға келген кезде сіздерге негіз білмеймін, сигнал каналда отырсаңыздар, көбінесе нелер, трейдерлар, каналдың иелері айта алмайды сіздерге осы жерде ашыңыз, жабыңыз деп. Себебі әлемдік заң барда ешкімнің қаржысына
бағыт бағдар бере алмайды, басқара алмайды. Яғни егер олар бізге мына жерден аш десе, онда біз айтуымыз мүмкін да, кінәлай аламыз да, толық 100% оларды. Міне осы кінәлі ақшамның жоғалтқанына аш деді, аштық деген сияқты да. Немесе сат деді, саттық, сатып ал деді, сатып алдым осы кісіні айтуымен деген сияқты нәрсе айтсақ, онда оларға біз 100% кінәлай аламыз. Сондықтан олар тек қана зона береді. Осы зоналарда подтверждение берсе ашасын дейді. Сонда біз подтверждениені қалай күтеміз? Осылай күтеміз. Зонаның ішіне кірген кезде 3-5 минутта мынандай свечкалар шығатын болса, егер мына жерде қараңыз, бириш құлайтындардың көрсететін свечкалар, астында мынау өсетіндерді білдіретіндер. Қазір оны айтам. Зонаңызға кірді, осындай баға бүйтіп тастатты. Мына жерде мынау свечка жоқ болса, әлі мынау тұрса, біз әлі кірмейміз. Келесі свечка ашылды да, осылай келіп былай жабылды зонаның ішінде да 5 минутта. Біз айтамыз, онда болды, железобетон, strong side төмен құлайды деп. Мынандай свечкада келсе, бұны қараңыз, астына жазып қойған SFU, 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 strong failed auction дегенді білдіреді негізінде. Strong fu, SFU, AFU деген attempted fu, body inside weak дейді. Қазір көрсетем, хашкес свечкалар. Сосын келесі мына жерде дәл осылай болып, мына жасыл свечка пайда болды 5 минутта. Қарап отырмыз. Келесі осылай қызыл болып жабылса, болды, подтверждение. Бізге шорт зонаның ішінде осындай картина көрсек, шорт дейміз. Негізі мына жерге келіп, мына жерге лимитка қойсаңыз да алып кету мүмкін. Даже мына жерден шортқа кіріп кетсеңіз де, онда төбесін енді арасы азғантай баға болатын болса, бұл енді дәл осылай ұзын болмауы да мүмкін, өзі кішкентай болуы мүмкін дегендей да. Онда біз жарты белінен болсын, ровно 0,5 зонадан немесе жоғарғысынан шорт ашамыз деген сөз. Енді дәл осының қарама-қарсысы жоғарға, енді лонг зонада тұрып осындай бізге көрініс қалдырса, онда біз не істейміз? Осы жерден лимитка қойып лонгқа ашамыз. Яғни железобетон өсет деп риск жасаймыз бәрібір де. Железобетон деп айтып жатырмын, бірақ риск жасаймыз. Риск өте маңызды. Қандай стратегияны күшті білсеңіз де, риск сақтамаса, онда ол минуста. Енді ортасындағы свечкалар нені білдіреді? Яғни мынаның хайды шешті, денесі денемен жапты, фитильден төмен, шортты көрсетіп жатыр. Бізде де engulfing болды, денесін жұтып қойды деген сияқты. Бірақ бұл свечканы еще не деп айтады? Self negation деп айтады. Екі жағынан да шешіп тастатты, екі жағынан да. Біз обычно қалай жасаушы едік? Price actionда егер астына шешетін болса, онда баға үстіне барады, үстіндегі лимит шешуге тырысады деп. Егер үстін шешетін болса, онда ол астын шешуге тырысады деуші едік. Мына жерде бізде баға явно мына жерлерден ашылады, примерно. Тағы да бұл онда астын шешіп кетті, үстіне бару мүмкін. Сондықтан бұл жерлерде трейдерлар көбінесе күтеді, баға қай жақтан, егер мына жақ шешіп кететін болса, онда жоғарыға барады деп. Мына жерде яғни дәл осылай фитильмен ішіне кіріп жабылатын болса, егер денемен жабылып кетсе, онда шорт кете береді. Егер фитильмен жоғарыға денесін тартып алатын болса, ішіне кіргізіп, онда жоғарыға барады деген сияқты. Яғни мына жақ уже жұмыс істемей қалды. Келесі астын шешіп кетті, денесін жапты, бірақ мына астына жете алмады. Бұл да шортты білдіреді деген сөз. Шортты білдіреді. Біз мына жерден шорт көреміз. Шортты қарастырамыз деген сөз. Астына барады, яғни үстін шешті. Мына лоу алынбады, осы лоуға ғана бағытталған деген сияқты. Енді дәл мынандай жағдайда да қарасаңыз, self negation, бұндай кездерде көбінесе бағаны күткен дұрыс, қай жақты бірінші шешеді, оны біз нақтылай айта алмаймыз деген сияқты. Күту керек болады.
астында да қарасаңыз, астындағы бірдей да, яғни мынау лонг жасау үшін, бай алу үшін шығып жатқан свечкалардың подтверждениялары, ал мынау үстіндегі шорт алған подтверждениялар. Енді мына жерде не айтамыз? Бұл жерде де міне төбесін шешіп кетті, денесінің даже 50%-ын жауып тастады. Мынау астында екеуі equal қалдырды, онда астына қарай не больше деп, төбесінде бізде уже интерес жоқ, ақшалар шешілді, қоржында бар, астындағы екі equalды шешу керек деген сияқты тұжырымдар, барлығы прогноз. Мына жағдайда да денесі өсіп бара жатқан еді, өсіп бара жатқан еді, төбесін шешіп төменге қарай түсіп, денесін тартып алып жабылды. Яғни баға астында equal қалдырып кетті, яғни магниттік жұмыс тартады да, equalдар, equalар, соны астына қарай түседі деген сөз да. Соны білдіреді. Ал астында лонг зонаға келіп осындай қызыл свечкалар шығып қалса, онда біз астын шешті, үстіне қарай больше тырысады, магнит үстіңгі жақ шешілмеген, үстіңгі жаққа қарай барады деген сияқты. Жалпы осындай ақпаратпен бөліскім келді. Алдағы уақытта қызық болып жатырса жалғастырамыз. Осындай бізде тегін таралып жүрген каналдарда ақпараттарды қалай қолдану керек.